Бүгін мен блинчик жасадым. Өте дәмді, өте керемет. Мінекей өте жұмсақ, өте нәзік, көріп тұрсыздар ма? Енді айта алмаймын, тесік. Керемет рецепті жасадым. Бұйырса рецепт шығады сіздерге. Мені қолдап кетіңіздер, маған тіркеліңіздер. Мінекей, осылай. Бұған 1 стакан сүт, 1 стакан ыстық су, 1 стакан ұн, және де сұйық май, содамызды салып, 3 жұмыртқамызды саламыз, және де 3 үлкен қасықта қант салатын боламыз. Енді оны жақсылап араластырып, осындай қалыпқа келтіруіміз керек, комок болмауы керек. Осылай болып шығады, енді керемет болып шығады. Мінекей, осылай болып шығады, артқы жағы да. Енді керемет. Мен көп рецепт көрдім, проба жасап көрдім. Мүлдем идеальный болып шықпайды. Біресе қалың болып қалады, біресе басқа болып қалады. Мына рецепт десе бір жасағаннан шықты. Мен бірінші рет жасадым, сосын бұдан примерно 15-23 шығады. 1 стакан сүт, 1 стакан ыстық су, және де ұн салатын болсаңыздар, олдан 1 стаканнан 20-15-3-тіктай шығып қалады. Енді табағыңызға байланысты. Менде үлкен болғаннан кейін менде 15-3-тік шығады. Ал кішкентай болса 20-ға жақындайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Идеальный рецепт, енді зор болып шығады. Мен қатты ғашық болдым осыған. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен төменде жазып кететін боламын рецепттің. Қанша не қосқанның барлығын жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Мен ғашық болдым. Менде мүлдем бұлай шықпайтын блинчик. Енді мынаны көріп, енді күнде жасайтын боламын. Балалар өте қатты сүйсініп жейді. Қараңыздаршы. Әдемі болып шығады. Еще қазір көреміз. Мына. Керемет. Жыртылмайды, баса болмайды. Өте идеальный болып шығады. Вот, мен ғашық болдым осыған.